от қыздарда тип-типіне бөлінеді ғой. Мысалы, бір от сүшкі алаулап жанып, жаңағыдай искралары былай ұшып, жаңағы отты, жаңағы алауды бағындыра ала алмаймын-ау деп қорқасың да. Жанына келген кезде деп былай, қалай болады екен мынау деп уайымдайсың. Ал бір оттар болады, свечаның оты болады ғой, бір ритммен, бір байыппен жанып тұратын. Вот, сондай типтегі сүшкілерге тоқтаймын қазір мен. Ондай сүшкілер өте хитрый болады. Түлкі ғой. Жайлап сөйлейді. Байыппен тыңдайды. Ақырындап еркелейді. Ақырындап сені направляет, потом тобою управляет. Қалай ана сүшкіге бағынып қалғаныңды өзің түсінбей қаласың. Вот еркебұланның болашақ жары, болашақ келіншегі сондай болу керек. Менің психологиялық, сексологиялық көзқарасым бойынша. Прям еркебұлан сияқты алаулап жанып тұрған оттың жанында байыппен жанатын, ақырындап, ирелеңдеп отырып, бағындырып қоятын қыз мен көремін қасында. Сырттағы елмен алысып, сырттағы елмен жарысып, дәлелдеп, жаңағы ала отын барлығын шашып үйге келген кезде, шашылып қалған кезде, қайтып сол бір энергиясын сол бір қыздың жанында жинайды да. Ол анаумен алыспайды, арпаласпайды, билікке таласпайды. Сен хансың, ойбай, сен мықтысың, сен сондай кереметсің. Сені мен тамсанамын, мақтанамын деп отырып, мама, былай жұмсайды ғой. Былай билейді. Бірақ билегені біздікі явно көрініп тұрса, мысалы да, от сүшкіл, блядь, мына үйінде бізді көрсе айтады сразу, мына бай, блядь, чорт па, чумо ма, өзі анана деп әйтеуір ирелең етіп шықпай қойды ғой, экраннардың бетінен деп айтатын болса, біз туралы мысалы да. Ал анау парочкада, ой, еркебұланды ма, осындай ер азаматқа қалай бағынып отыр деп, өзің жаңағы қызға таң қаласың, мынандай ураган еркек, мынандай мінезбен қалай шыдайды екен мына қыз байғұс-ай деп біз оны аяп отырамыз. Негізінде бәрі басқаша. Мына жерде дайындап қойған стористарымды, разборымды жаза алмай, инстаграмға әлек болып отырсам, комплиментті жаудырып жатсыңдар ғой. Приятно. Жарасып қалған, я? Девочка, припевочка отырмын. Сонымен разборға оралайық. Если у меня, конечно, получится, но видеоларды сторисқа жазып, то я молодец. Сонымен, екі типтегі сүшкіге тоқталып отырмыз ғой. Бірінші темпераментная, алау, оты деген жан-жағы шашырап, бұрқырап, алаулап жанатын болса, ол қыздар мінезді ғой. Бір сөзбен тоқтайыншы, ол қыздар мінезді. Өзіміздің мінезіміз өзі бір жететін жағына жеткізеді өзі. В смысле деп біз шығамыз ғой. В смысле? Сен қалай сөйлеп? В смысле деп біз шығамыз ғой. В смысле? Сен қалай сөйлеп тұрсың? Сен деп ше, біздің бір ит мінезіміз бетімізге шыға келетіні бар. Сүшкіміз ғой, өбай төсекте де пиздец, біз өмірде де өзіміздің жеке шекарамызда анандай айғайлап отырып, тепкілеп отырып қорғаймыз ше, любойын жатқызып. Жаңағыда ортада да бізді бір әйтеуір қыстырмай қалса, мен бұл ортада отырғым келмейді деп әйтеуір центре внимания деп ше, бүйтіп жанатын от сүшкілер болсақ, екінші типтегі ақырындап ешкіммен жарыспай, таласпай, әдемілеп кіріп, мяулап сөйлеп жаңағы жерде сәлематсыздар ма деп ананың жаңағы қылықтарына көбісінің нервісі шыдамайды, бір өтірік сияқты бізге көрінеді, потому что өзіміз үйтіп істей алмағандықтан, өзіміз сондай бола алмағандықтан бізге бір 200-ді бір
түлкілеу болып көрінетін шығар ол сүшкілердің типіндегі қыздар мен келіншектер, но блять олар деген любойын, міне қыздар болсын еркектер қауымы болсын, барлығын өзінің ритміне, өзінің өміріне удобный қылып алады ғой. Манипуляцияны күшті жасайды ондай қыздар. Қалай айтқанын істеп дегенін жасап жатқанын өзің байқамай қаласың. Вот сондай қыздың қармағына ілінетіні это факт. Сөйлеп тұрсың, сен деп ше, біздің бір ит мінезіміз бетімізге шыға келетіні бар. Мысалы келтірейінші, мысалы күйеуіңнің достары түнделетіп келіп қалды. Біз сияқты сүшкілер, мінезді, беткейдар, жұлып жер тікесінен айтып қаламыз ғой. Неғып түнделетіп жүр, үйлері жоқ па, күйлері жоқ па? Жоқ, не істеп жүр, мен түсінбеймін деп. Өзің құйшы бар, мен шайыңды құймаймын, өзің достарыңа өзің құй. Жан, дос балалар ғой, енді бір келіп тұр ғой десе, мен шаршап тұрмын, ертең менде жұмыс, я не могу так деп сақ-сақ ете қалса, бұндай типтегі сүшкілер, блядь, грамотно сігеді ғой, любойын. Келе қалған кезде тұрғысы келмесе, Жан, сенің достарыңа кәдімгідей тұрып чайыңды бергім келеді. Бірақ тұра алмай жатырмын. Аяқтарым ісіп кеткен ғой. Аяғым бұқалап берші. Жан деп мияулаған кезде, не то что достарына чай беру, еркегі күйеуі ана жерде аяқ қолын уқалап қатынына чай береді ғой, надо будет. Вот сондай сүшкі болады, жандарым. Ондай деңгейге жету үшін, я не знаю, блядь, ондай туылу керек па, или, блядь, Клеопатраның жеке сабағын алып оқу керек па. Но ондай сүшкілер бар. Ондай сүшкілер, сен мысалы ортада аңқылдап, шаңқылдап біздер деген бүкіл жаңағы тарихымызды айтып, жаңағы осындай болды ғой қыздар, білесіңдер ма, қолданыңдаршы менің фишкам, сендерге ұнайды түнде, оказывается, бүйту керек екен, енемен, оказывается, сөйту керек екен, ахахата деп біз шумный болып келсек, біздің типтегі сүшкілер, ол типтегі қыздар үндемей тыңдайды ғой. Қойыңызшы, сөйттіңіз ба деп қойды, өтірік кісіге қалады. Сен оған айтасың, сен білмедің ба не ондай техника бар екен десем. Жоқ, сізден үйренеріміз көп қой деп ше. Да деп қаласың аңқылдап. Мені мақтап атамын, сізден үйренеріміз көп қой деп сенен тағы да бір-екі жаңа қулығыңды айлаңды үндемей отырып үйреніп алады. Хотя оның барлығын істеп отырған сүшкі ол. Опасно, мен бір жағынан қорқам осындайлардан. Овуляция отырсың ба, тұра тұшаш. Бірінші өзіңді зерттеп алсай, ерке бұланның тәшағына көшпестен бұрын біз өзімізді бірінші зерттеп алу керекпіз. Отыйду. Жандарым, өмір бақи біз өзімізді зерттеу керекпіз. Одан кейін өзгесін өзге да. Ол туралы айтамыз, асықпа бірақ. Біз сияқты сүшкілер, жаңағы яркий, прям харизматичный, мысалы бота мия дейікші, және мен дейік, мысалы тағы да басқа сүшкілер, да? Біздер деген деген энергиямыз бетімізге шығып тұрса да аңғалмыз. Бізбен ақырындап байыпты, сабырлы еркек направляет. Мен сендерге айтайын. Потому что біз аңқаумыз. Қанша жерден от болып көрінгенімізбен да. Ал мысалы бұл жігіттің болашақ жары, байыппен, ақырынмен, тынышынан бұны жаңағыдай ары-бері ойнататын болады, мен сендерге айтайын. Туыстарының өзі бұл қыздың сұрау, одобрениясы бойынша келуі мүмкін. Адамды масқара шабыттандырасыңдар. Бүгінгі менің қола шашты девочка целочка рөлінде Ерке Бүлян тоқтарға разборымның екінші бөлімін жасамақшымын. Реакцияларыңды қойып отырыңдар. Тәтелеріңе очень-очень приятно. Неприятно, блядь, магазиннің бітпей жатқаны, но хуй с ним. Ашылар. Будем надеяться. Бірақ уақытынан кеш ашылып жатыр, өкінішке орай. Бірінші бөлімінде қыздар
естерінен шығып кеткен болса немесе көрмеген болсаңдар, мен актуальныйға бірінші бөлімін қазір сақтап қоятын боламын. Ол жерде біз Еркебулянның вкусындағы қыздарды тип-типіне бөліп, неліктен оған сондай бір пердесімен қыз ұнайды, неге ол сондай қызға тартылады деген сұрақтарымыздың кішігірім жауабын алып қалдық, және қандай қызға ол басы кетіп ғашық болады деген сұрақтың да жауабын алған сияқтымыз. Ал осы екінші бөлімінде толықтай Еркебуланның психологиялық, сексологиялық портретіне тоқтайтын боламыз. Вы же любите, вы же обожаете. Ойбай, примерно біз деген құмалақ ашпаймыз, примерно деп отырып, бірақ сантиметріне дейін шығаратын әдетіміз бар өзі. Менің бұрынғы оқырмандарым менің разборымды өте қатты жақсы көреді и күтеді. Ал жаңадан қосылғандарың болса, қазірден ғашық бола беріңдер. Үйде шумно болғаннан кейін, балалар демалып жатыр ғой бүгін. Үйде шум гам болып отқаннан кейін, машинамда разбор жасайын деп отырғанымды айттым ба, айтпадым ба өзі? Естен ес қалмады бар ғой. Айтпасам солай. Сосын менің мына қолан шашыма қарап, тамсанып, бүйтіп қарап алыңдаршы, ертең бүйтіп қысқартып тастаймын да, Мальдивқа деп ұшам. Қазір барлығын айтамын түсінікті етіп, бірақ сен асықпа. Бірінші өзімізге қайтадан тоқтайық. Неге біздерге, қыздарға, осындай бұзық, темпераментный, харизматичный, ачи типіндегі дейікші, Еркебулан да ачида бір типтегі ер азаматтар. Осындай бұзық еркектерге біз неге басымыз кетіп суланып тұрамыз? Осы сұрақтарыңа жауап берейін. Біріншіден, безопасность. Мы чувствуем. Бізді қорғайтындай, ешкімге сөйлетпейтіндей, и бізді алақанда ұстайтындай көрінеді. Бірінші себебі. Екіншіден, негізі бұдан да маңыздысы, біз ондай еркектерді, бұзық еркектерді төсекте темпераментный деп ойлаймыз. Біз өзіміз табиғатымызда нәзік жанды болғандықтан, біздерге бұзық еркектер нәзіктігімізге неосознанно төсекті біз былайша көзімізге елестетіп қатты ойламасақ та неосознанно жесткость на разный позада былай қатты бізді ұрып қандырады деп ойлаймыз. Неосознанно. Даже девочка, целочка, даже порно көрмеген қыздың өзі сондай ер азаматты қалап тұрады. Өйткені любой қызға төсекте мяулаған мысық керек жоқ. Қызға тигр керек. Көрдіңдер ма? Қалай бізді табиғатымызда жаратып қойған. Сондықтан да біз өзімізге ұқсас емес, противоположный полдағы агрессияны, энергияны, темпераментті ұнатып қалап тұрамыз. Ұятсыз қыз болмасаң да. Дау керек болса, сен оның темпераментіне, бұзықтығына, сол бір энергиясына басын кетіп, неосознанно сол бір төсекті мына организмін, денең қалап тұрғаннан кейін соған кетіп қаласың жаман жігітке. А жақсы жігіт неосознанно сенің ойынша ол төсекте сені қандыра алмайды, өмірде сені қорғай алмайды. Сені былай неше түрлі позада даудыра қандыра алмайды деген неосознанно ой келеді саған. Түсініп отырсың ба? Поэтому көп қыздар қателеседі таңдауында. Өмірлік ер азаматын дұрыс таңдамайды. Жақсы жігіттен айырылып қалады да, жаман жігітте жүреді сүмсиіп деп. Қазір менімен қаншама келіншектер уже байға тиіп алған, кезінде районды, мектепті, білмеймін, барлық жерді ұстаған типі атаман еркектерге тиіп алып, қазір басын тауға тасқа ұрып отыр да. Рас қой, айтшы. Тағы да мысал келтірейін. Мысалы, жап-жақсы жігіт, сенің айтқаныңды жасайды, дегенің мақұл, сенікі дұрыс дейді, аузыңа қарап отырады, сондай жақсы ер азамат, білімді өзі да, сенің қасыңда отырған қолыңнан ұстаса, сенің жүрегің дүрсілдемейді ғой. Әшәунайыңнан бөтелейіне бірден ақпайды ғой. Одан жүрегің дүрсілдеу үшін осаған деген 101 роза, путевка анда, сондай бір еңбектену керек та, ер азаматшы, жақсы жігіт. Ал Еркебулан сенің мысалы қолыңнан ұстаса, жаман бала да, допустим. Сәл бүйтіп ұстап, бүйтіп көзіңе қарағаның өзінен бөтеление автоматтым жаңбырлатып атасың ғой. Өтірік деші, бойжеткенім.
рас. Неге көтінтесқа неге? Соның барлығының себебі осы. Біз денемізді тыңдаймыз да, қателесеміз. Денеміздің сигналын тыңдап, миды емес. Сол үшін айтамын ғой, әпшуіңмен ойланбай, басыңмен ойлансайшы. Свиданияға шығатын кезде драшкілеп ал болмаса, жақсылап кескаңды уқалап барып шықшы болмаса. Шын айтамын, чырайлым. Вот, сөйтеміз да ана выделениямызға сенеміз да, ой, бір далбайыпқа ұрынатынымыз бар ғой. Шығып алғаннан кейін концертті көрсетеді, ой, бұндай ачи типті еркектер, көзбен отырғызады, тұрғызады ғой шешең. Ап десең түнде қандырып қояды, бірақ. Дегізіп ше, десінде қайтан сүмірейіп соның айтқанын істеп жүре бересің. Шалашта тұр десе тұрасың, отыр десе отырасың, әке-шемен тұр десе тұрасың жаңағы ше. Соның айтқанынан шықпай сүмірейіп жылап жүресің. Өтірік deyəşi, блядь. Бұндай бұзық жігіттер егерде өзі ғашық болып қалып қызды алатын болса, тигрдан мяулап мысыққа айналып қалатыны бар. Вот сондай қызды кездестірген кезде мяулап қалады. Айтқанын істеп, зыр жүгіріп алдында. Өмірде жаңағыдай куни дегеннің кәрпін естеп, шашы түк тұратын болса, бұл жерде жалап, тілімен бар ғой, ою салып береді ғой әпшуіңе. До такой степени солай өзгереді. Барлығына қарсы шығып, бөлек шығамыз біз, деп, менің қатыныма сөйлейді, менің қатыным ангел, сендер деген, деп. Да, конечно, если он влюбится, да. Ал мен сендерге айтайын, неге 90% деймін, көбіне бұндай жігіттер самовлюбленный, да, пиздатый ер азаматтар, көбінесе өзін жақсы көретін қызды алады. Оған тамсанатын, оның жаңағыдай эгосын подпитывать етіп, көтермелеп жүретін, оған бас иетін, жаңағыдай бір интервьюінде көріп шықтым, маған сіз деп сөйлесе екен дейді да. Мысалы, сіз деп отырып, ақ патшам деп ше, иеліп, сөйтіп, сіз мені қаттырақ бүгін сізгесіз ба? Сіз мені қинаңызшы, ақ патшам дейтін ше, мысалы. Ялма, наушник ал деп қанша айттым сендерге, пашам айт. Вот. Сондай қыздарға өзі басы кетіп, өйткені ол өмір бақи сондай тамсанған, махаббат көздермен қараған энергияға үйреніп қалған. Өйткені он самовлюбленный. Өйткені оның жаңағы энергиясын, өз-өзіне деген махаббатын подпитывать етіп жүреді жан жақтағы қыздар, понимаете? Соған үйреніп қалған. Оның шешесі де жаңағыдай менің балам ең мықты, менің балам. Біз барлығымыз бірден сүшкі болып кетпейміз, бірден ақылды қудана қыз келіншектер бір күнде туылып пайда болып кетпейді ғой. Біздер бөлінеміз. Енді ақымақ қыздар көп, ашөнаймен ойлайтын, оларға сезім керек, сол бір возбуждающий эффект керек. Яғни басқа еркектерден ана этого не чувствует, әпшуі суланбайды, а вот еркеболян сияқты, ачи сияқты еркекті көрсе, әпшуі суланып тұрады. Болды, мен осы әпшуім суланып тұрса болды, басымды иіп, қызмет етіп, айтқанын жасап, жүре беруге мен даянман, маған ештеңе айтпаңдар, менің ер азаматым прап деп ше, артында жағы шашпауын көтеріп жүре беруге дайын, ондай қыздар көп, мен сендерге айтайын. Бір әпшудің құдіретіне, өзінің әпшуінің жаңа выделениесіне бағынатын. Но қыздар, біз ақылдымыз ғой, я? Біз ақылдымыз, біз олай жасамаймыз. Ал ақылды сүшкілер ақылды таңдауын жасайды. Өзінің үйреншікті, өзінің еркіндігін, да, сыйлыққа ачи немесе еркебұлан сияқты, типа, красавчик жігіттерге құрдан-құр былай сыйлап бере салғысы келмейді. Подружкаларыңмен шықпа, олар сені бұзады десе, мысалы да. Ұзын ки қысқа киме, шашыңды бүйтпе, сөйтпе, боянба, үйде отыр, менен сұран, анау-мынау деген запреттер, куни деген ол қала, мен балаларым бетін сүйесін, андақ-мұндақ, соншама запретке білмеймін мен, өзін қия алмайды сүшкі, ақылды сүшкі, никогда ондай выбор жасамайды. Егер сен ақылды болсаң. Вот. Біздер деген дұрыс шешім қабылдап, көтпен емес баспен ойлау керекпіз. Девочки, суланбаймыз деген біздер отырғымыз келмейді.
бойдақ кезіміздегі еркіндігімізді сағынып, еркін өз қалауымен өмір сүріп жүрген қыз келіншектерді қызғанып, қалай күйеуған, қалай не бәле депші, тырнақтарын тістеп, көті ашып, өзгенің өміріне қызығып отырғысы келмейді. Біздер деген өз өмірімізді гүлдеткіміз келеді. Сондықтан да біздер баспен ойлап, бізді жақсы көретін, бізді гүлдететін, керек десең түнде суарып, қандырып қоятын мықты еркекке тигіміз келеді. Бұрып алмасам, қараңғы болып кетті. Қазір тәтең разборын жалғастырады. Машинаны былай қарай бұрып алсам мүмкін. Күннің шуағы сәл бетімізге түсер, достар. Қазір. Көрдіңдер ма? Жарқырап жарық болып қалды, я? Енді давайте разберем. Шынымен де бұзық еркектердің барлығы төсекте нашар ма? Это первый вопрос. Екінші, сонда менсінбей жүрген, арық, бірақ успешный да, жұмысы күшті, бірақ өзі ілмеген, момын, менің дегенімді жасайтын, менің подкаблучнигім төсекте мықты ма сонда? Деген сұрақтарым көп болуы мүмкін. И сосын ең басты сұрақ, еркебұланның шын мәнісінде темпераменті қалай өзі? Түнде и күндіз оның мінезі қандай? Бәрі қызық болады, жаным. Қазір қысқартып, күшті қып істеп жүрмін мен негізі разборды ше. Дөп жеткізем ғой. Еркебұланның төсектегі темпераментіне көшпестен бұрын психологиялық состояниесіне, ішкі жан дүниесіне үңіліп өтейік. Жақсы жігіт, еңбекқор. Ол жағынан ештеңе дей алмаймыз, я қыздар. Жағдай пысықтығына, қамқорлығына, мейіріміне көзінен шығып тұрған, я? Но все-таки, мне кажется, у него есть комплекс Мадонны. Яғни, комплекс Мадонны жақсы қыздарды, жақсы тәрбиелі қыздарды қалайды әйелдікке, но түнгі қалауы оның бұзық, развратницалар. Яғни, әйелді екі типке бөледі. Если я захочу минетик, там, разврата, то мен сондай бұзық қызға барамын, қалауымды аламын. Әйелдікке мен өте жақсы, инабатты, пәк қызды аламын. Өйткені жүрегім тынышталады. Өйткені мен әйелдерді бөлемін. Сексуальная, энергетичная, да, привлекательная, яркая, значит, шлюшка, значит, маған адал болмайды. Қорқамын мен ондайдан. Лучше маған стабильная, вот, инабатты, аузына таша қалмаған, жағы, түрлі поза көрмеген, пленкасы ашылмаған, менің дегенімді сөздерінің барлығын қатты құрметтеп, баламды просто автоматом туып беріп, мойынсынып отырса, вот, менің болашақ әйелім осындай болу керек, потому что жүрек тыныш. Қорықпайсың да, білесің да оны. Мына жерде вот вопросик деген сияқты қорқынышты, непредсказуемая, да. Вот, бұндай комплексы бар еркектер әлбетте әйелді екі типке бөледі. Но бірақ өкінішке орай көп жағдайда барып жүрген түнгі бұзық қызына ғашық болып, екінші рет, үшінші рет үйленіп жатады. Енді өздерің көріп жүрсіңдер ғой, блядь. Да? Понимаете? Вот это вот берет вверх. Эти желания и утехи по-любому өзінікін алып кетеді. Түсініп отырсың ба? Ми істемей қалады, да? Сондықтан да әрдайым айтарым, үйретерім, түнгі төсектеріңді ұмытпаңдар. Өздеріңнің энергияларыңды ұмытпаңдар. Өздеріңнің қалауларыңды да ұмытпаңдар. Қанша жерден еркек не дегенімен, вот, өзінің ойы бар, қалауы бар, өзінің мінезі бар. Қыздар әрдайым плюста, өйткені ондай қыздарды любой еркек қалап тұрады, жақсы көріп тұрады, мойынсұнғысы кеп тұрады. Ну, өздері түсін. Шын бойжеткендермен мен ақыл айтып кеткім келеді, жандарым. Жігітпен танысқан кезде, жақын сөйлесе бастаған кезде, ол жігітті ашық, анық танып алғың келсе, жақсылап сұрақ қоямыз. Дұрыс сұрақ қойса, оның қандай екенін де біліп алуға болады. Сенің ойынша, әйел деген кім? Келін деген кім? Оның міндеті қандай сенің ойынша? Сенің болашақ жарың қандай болу керек? Не деп агрессивно сұрама, жайлап меулап сұрап ал да. Мен те ойымша сондай деп өтіртен сіге сасайш, деді біліп ал. Өйткені еркек, өзіне ұнап тұрған қыздың мимикасынан, эмоциясынан біліп қояды.
сол үшін де саған ұнайтын сұрақтың жауабын айтуы мүмкін да. Ой, мен әйеліме мен позволю деген сияқты сіккен әңгімені ше алып алғанша. Вот. Одан кейін анасымен қарым-қатынасын, анасын қалай көріп тұр, иә. Одан кейінгі сұрақ төсекке деген көзқарасы. Жаным, ұялатын заман емес. Ұяласың, когда дұрыс емес выбор жасаған кезде. Вот это вот пиздец, ұят. А то, что оның жаңағы ойын көзқарасын біліп алу, білмеймін, қазіргі кезде, қазіргі заманда тіпті ұят емес. Қыздар қазір ақылды. Қалай көреді? Егер де ол анандай төсекті айтып тұрса, мен осындай жаңағыдай қатты анандай ашық кимесе, чулки деген бір түрлі, стринги деген не ол, бұзылған қыздар киеді ғой, мен әйелімді просто жақсы көріп құшақтап аймалап қана жатқым келеді деген разнообразияға жоқ болса, жаңағыдай төсекке деген интересі бір қалыпты тек жаңағыдай инабатты төсекті айтып тұрса, это уже вопросик и уже қорқу керек та. А егер де жаңағыдай мен әйеліммен көргім келеді былай әртүрлі позада, былай да былай, өйткені ол менің әйелім Енді Еркебұлан сияқты ер азаматтар қандай қыздарға ілігуі мүмкін, қандай қыздарға бас кетуі мүмкін? Біріншіден, бұндай видный ер азаматтар қыздардың ашық флирттарынан уже шаршап кетеді, мен сендерге айтайын. Ашық флирт, көзқарас, қылмыңдау, шашын жаңастау, бұның барлығын біз ашық флирт дейміз. Бұның барлығы 90% еркектерге мәлім, иә? Болады қыздар, өте ақылды қыздар, которые прям ол еркектің психологиясын, өзінің жаңағы эмоциясынан бірден біліп қояды да, оппана дейді да, өзінің шактарын әдемі жасайды. Мысалы, бұндай еркектер, иә, на виду жүрген еркектер, внимание, махаббат қыздар жағынан барлығынан уже шаршайды, біліп тұрады барлығының бірдей іс әрекетін. А егер де ол қыз оны танымағандай, мән бермегендей, осы приемды қолданатын болса, яғни оның вниманияларын жаңағыдай отталкивать етіп, уақытым жоқ, мен сіз танымай екен бірінші көріп тұрмын, жаңағыдай, жо, рахмет, мен асығып бара жатырмын. Конечно, приятно, но менің жұмыстарым бар, яғни всегда занятая. Басқа адамның бір коронасын көтеріп жүретін қыз емес, өзінің басында коронасы бар, өзінің уақыты жоқ, өзінің сүйікті ісі бар. Сонымен қатар өр көкірек емес, өзін бір қалыпты ұстап, өте сүйкімді, өте ақылды, хитро ұсынатын, понимаешь? Хотя ол қыз оны танып тұр, бәрі қалап тұр да. Мысалы, да? Ондай парочкалар тоже өте көп, кстати, солай мықты жігіттер сындырып алған. Одан кейін екінші прием бар. Екінші прием оның ұнайтын типіндегі қызға уақытша айнала тұру. Ол дегеніміз не? Мысалы, оған биязы, инабатты, ұялшақ, жаңағы сонымен қатар қылықты қыз ұнайтын болса, она такая: о, хоп, понятно и ясно. Вот хочу его, и только его. Менің басты мақсатым, дейді ондай қыздар, оны ғашық қылып алу. Пока что поиграем. Көрдің ба? Ондай да қыздар өте көп, мен сендерге айтайын. Жаңағыдай биязы, әдемі, жаңағы қылықтарымен, тартымдылығымен, көзге тік қарамауымен, білмеймін ғой енді, жаңағыдай сіз піз деп алып, өзіне қаратып алып, плотно ғашық қылып алып, ақырында өзінің истинное нутро, то есть деп шыға келеді. А ол кезде уже поздно, өйткені жігіттің басы кетіп, уже ғашық болып тұр. Вот. Түрлі жаңағыдай техниканы қолданатын сүршкілер көп. Ладно, жаным, тағы да бір үшінші приемды айта салайыншы саған. Но бірақ қылықты бойжеткенде екеуміз тет-а-тет кездесейік. Ол жерде деген білім молынан. Мен пока курс ашпаймын, вообще құлағың алтын сырға біліп жүр. Осы бір неше түрлі флирт техникаларын мен қылықты бойжеткенде ашып айтамын. Вот үшінші прием — стиль дамы. Яғни ер азаматты өзін слабая көрсетіп, напрягать етіп жүгірту. Әрдайым задача беріп қою. Мына жерде мынандай болып қалды, мынаны бүйте алмай жатыр, мынаны істеш, ананы істеш, мынаны бүйтпеш, мына жерде бүйте алмай жатыр, ол қалай, ол солай. Вот соның задачаларын орындай отыра. Ой, қолынан дым келмейді, ол сондай нәзік. Құлап көтер жазады ғой. Деп жүріп, еркек өзінің қалай ғашық болып қалып, қармаққа түсіп қалған байқамай қалады. Енді мен секс-коуч ретінде түнгі темпераментіне қалай тоқтамаймын. Менің ойымша, менің көзқарасым бойынша. Енді ұзындықты білмеймін. Менің көзқарасым бойынша енді қатты ұзын емес. Но ұзақтығы и гибкость. Мынау
белінің қимылы, ұзақтығы жақсы сияқты. Алысқа шабатын жылқы сияқты. Сендер қалай ойлайсыңдар? Ойларың жақсы кетіңдер. Осындай разбор жасаған кезде, кстати, маған өте көп қыздар, әйтеуір жұлдыздар, мен перісіп жүрген, білмеймін, сендер бар ғой, өмірлерің бар, кино ғой. Неше түрлі қыздар қосылған, жатқан, болған, білетін, е? Размерінде жазып жатады, ұзақтығында жазып жатады, енді білмеймін. Ерке бөләнінен қосылған қыздар что-то барсыңдар ма? Әудеп қойыңдар. Может, я ошибаюсь? Хотя вряд ли. Мен негізі разбор жасаған кезде 99%-ке түсем ғой енді. Сосын былай Еркебұланға қарасаң, интервьюында өзін ұстауын, сөйлеуін, я, қыздар туралы әңгіме айтқан кезде көзінің жылтырап ойнап кетуіне қарағанда, қыздарды тіпті ренжітпейтін сияқты. Керісінше қуантып қоятын сияқты ше. Өзіне сенімді болып тұр ғой. Мен сені, блядь, қандырамын. Мен білемін қалай істеу керектігін. Сулатуды білемін ғой деп тұр ғой енді примерно. Но бірақ енді жаңағыдай қыздарды типке бөліп, кішкене скрытылау, манипуляторстволары, абьюзерствосы енді барау. Бірақ мен тағы айтамын, егерде, если да, он влюбится, просто басы кетіп, то өзінің қойып қойған принциптардан аттайтыны анық. Еркекті байқайсың ғой, мына мимикасынан, денесінен, қолдарын ұстауы, арқасын ұстауы, белінің қимылы, тренировки там не жасап жатыр, я, қандай іс-әрекет жасап жатыр, но оның барлығы, языки жеста и тела дейді. Дененің де, қимылдың да өзінің саған айтар хабары бар. Жақсылап сен внимательная болып қарайтын болсаң, а у него прямо этот гибкость зашкаливает. Мына бел өте еркін қимылдауда, қолдарының өзін ұстауы, сөйлеуі, мойны, мынаның барлығы, еще мына иықтың артқа жіберу, енді өр көкіректігі өзінің жақсы көретіндігінен хабар айтып тұр, но да, гибкость тела тоже. Сосын көбісі қосып жатыр ғой, енді білмеймін. Рекламный ход, басқасы басқа, білмеймін. Қасында жүрген қыздармен қосады, мысалы, ботамен. Мен тағы да айтамын, екеуін мен білмеймін, как пара даже қарай алмадым, былай да қарадым ша. Айттым ғой, өте яркий жаңағыдай флирт техникаларынан, қылықтардан ашық көрсететін, оның барлығынан шаршап кеткен, оның 100 түрін көреді, мен сендерге айтайын. Сондықтан ол өзінікін, өзгешені бетіп іздеп жүр ғой. Бүгінгі разборым сендерге қатты ұнады деген ойдамын, жандарым. Тәтеңнің еңбегін бағалап, реакцияңды жіберіп, дайрекке ойыңды қалдырып отыр. Өзіңнің ең жақсы көретін, жақсылық ойлап тұрасың ғой бір құрбыңа. Соған осы разборды бөлісіп жібер, тоже көрсін, көзі ашылсын. Неліктен біз басымыз қайта бір дұрыс емес бағытқа бұрылып кету керек, да? Біз бақытты болуға әбден лайықтымыз, жандарым. Сондықтан да ең бастысы өзіңді сүйіп, құрметтеп, үйрен. Күнделікті өзіңнің самооценкаңды өсіріп, өзіңнің жеке шекараңды қалыптастырып, көзіңді ашып, жан-жаққа қарап, үйрен, өзіңді дамытып. Сол кезде сен бір типті еркектерге басың бұрыла бермейді, түсініп жатсың ба? Таңдауың бір типті болмайды. Көзіңді аш, өте керемет ер азаматтар көп. Егерде сенде бір неудачный опыт болса, отношенияңда, это не означает, что барлығы сондай, я? Көзді ашамыз, кең ойлаймыз, и тек жақсылықты көреміз. Сол кезде жақсылық тартыла береді. Негізі сіз деп сөйлеген өте жақсы, менің ойым. Сенің болашақ жарың саған сіз деп сөйлейді. Иә, маған сіз деп сөйлесе, мен ол қызға ұрса алмаймын да. Қойыңызшы, Еркебұлан, сіз тамақ жедіңіз ба? Еркебұлан тоңып қалған жоқсыз ба? Мысалы бір конфликтный ситуация болса, сіз деп сөйлеп тұрса, сіз бағана сүйттіңіз ғой десе, мысалы. Енді сүйттім дейсің. Сен бағана сүйттің ғой десе, не істеп аласың ал сөйтсем? Қыздар ялу керек, кішкене уверенный болу керек, бірақ өзіне ухоженный болу керек. Содан кейін сіз деп сөйлеу керек.